Сәлем достар, бүгін бізде кезекті 10-шы сабақ дүниежүзі тарихынан сабағымыздың тақырыбы империя дәуіріндегі Рим және олардың мәдениеті. Яғни Рим империясының мәдениетін, олардың барлығын толығымен қарастыратын боламыз. Олай болса, кеттік сабағымызға көшейік. Империя дәуіріндегі Рим. Біріншіден, біз өткен сабақта айттық, жаңағы Цезарьды өлтірді деп, Цезарьды Брут деген сенатор өлтірді. Одан кейін билікке Цезарьдың досы қолбасшы Антоний мен оның жиені және туысы деп айтайық бір сөзбен. Оның туысы 18 жасар Октавиан екеуі билікке таласады. Осыны жаттап алыңыздар. Антоний мен Октавиан таласады бір-бірімен. Бірақ та оларға кедергі келтіретін тағы бір адам бар. Ол кім? Ол әрине Брут. Неге? Ол өйткені Цезарьды өлтіріп, орнына отырғысы келді ғой сенатор. Осы екеуі бір-бірімен үшеуі билікке таласады. Енді осы жағдайды пайдаланып, Октавиан мен Антоний келісім жасайды. Яғни айтады, бірінші мына Бруттың көзін құртып алайық, мына жерге маркерімді алып алайын өзімді. Бірінші мына Бруттың көзін құртып алайық, оны жеңейік, содан кейін екеуміз не істейміз? Мемлекетті бөлісіп аламыз дейді. Содан кейін көреміз дейді. Сөйтіп, екеуі жаңағы Брутпен шайқасып, Брут жеңіліп, өзіне қол жұмсап, үшін өледі Брут болды. Ол өлгеннен кейін мемлекеттің, яғни Рим мемлекетінің батысын бізде Октавиан, шығысын Антоний билейтін болып жаңағы шешім қабылданады. Екеуі ортасын алтта бөліп алды мемлекет. Бірақ естеріңізде болсын, мемлекет әлі батыс шығыс деп әлі бөлінген жоқ. Просто біреуі батысында, біреуі шығысында билік етеді. Болды. Антоний Египет билеушісі Клеопатраға үйленіп, Александрия қаласына көшеді. Египетте Александрия деген қала бар, сол қалаға көшіп, Египеттің ханшайымымен бірге бақытты өмір кешеді, сол жерде. Енді Октавиан мен Антоний бір-біріне қарсы соғысқа дайындала бастады. Енді екеуі қанша дегенмен екі жақта билік етіп жатқанымен бір мемлекеттің билеушілері. Сол себеп не істейді? Біреу ғана болу керек. Бір билеуші болу керек. Сол үшін екеуі бір-бірімен соғысады енді. Екеуі дайындалады соғысқа. Енді қараңдар. Біздің заманымызға дейінгі 31-ші жылы екі жақтың кемелер, яғни мына жағында Антоний Египеттің кемелерімен бірге келіп тұр, өйткені әйелі Клеопатра ғой. А мына жақта Октавиан өзі Риммен. Екеуі не істейді? Акций деген аймақта кездеседі. Соғысайын деп еді. Соғыс қызып жатқан кезде Клеопатра дейді, жаңағы Октавианның әйелі. Бүкіл әскерін, Октавиан деппін ғой. Антонийдің әйелі. Бүкіл әскерін тастап, Египет кемелерін алып, жаңа не істейді? Қашып кетеді жаңа соғыс алаңынан. Сөйтіп оның артынан Антоний де қашып, әскер тастап, Египеттіктер сонымен жеңілді. Болды. Клеопатра да кетті, мына жердегі Антоний да кетті. Екеуі кетті, болды. Жеңіске кім жетті? Жеңіске бізде Октавиан жетеді. Болды, Октавиан жеңіске жетеді. Клеопатра өзін жаңағы жыланға шаққызып өледі дейді, улы жыланға, солай берілген енді. Антоний өзіне қанжар салып. Екеуі де қол жұмсап, өз-өзіне жеңілісті көтере алмай өледі. Болды. Сонымен қараңыздар. Біздің заманымызға дейінгі 31-ші жылы Египет Римнің провинциясына айналды дейді. Бағана деп өткен сабақта айтқаным сол ғой сіздерге. Римнің ең алғашқы провинциясы Сицилия, ал Римнің 31-ші жылғы провинциясы Египет. Все болды. Енді сонымен достар Октавиан қарайған. Болды, Октавиан жеңді, мемлекеттің жалғыз өзі билейді, батысында, шығысында бүкіл аймағын. Біздің заманымызға дейінгі 27 мен біздің заманымыздың 14-ші жылдар аралығында мемлекеттің жеке дара билеушісі болады. Сенат, яғни жаңағы 300 адамдық кеңес, Октавианға Август, яғни латынша қасиетті деген атақ береді. Яғни жаңағы тамыз айы, қазіргі тамыз айы бұл бізде қасиетті ай дегенді білдіреді екен. Яғни Август осы адамның есімі берілген. Октавиан Август өзін қорғауға арналған претариандықтар деп аталатын қорғаушы армия құрған. Ол бізде 30 мың жауынгерден тұрады. Біз өткен сабақта айттық, Ромулдың әскері ликторлар деп аталады, 4500-ден тұрған Рим әскері легиондар деп аталады. Ал претариандықтар бұл Октавиан Августтың әскері екен. Осы кезден бастап Рим империя деп аталады. Болды. 27 жылдан бастап, яғни мына Октавиан билеген кезден бастап Рим империя енді достар. Империя деген басқару құрылымы өте ірі мемлекет. Октавиан Август Парфия мемлекетімен татуласу арқылы мамыражай кезең орнатады. Көршілер Парфиямен достық қарым-қатынас жасап, үшін мемлекет одан сайын дамып жатыр. Енді сенат достар, жаңа 300 адам. Жаңа мен қараңыздаршы, мына екеуін домалақтап қойын. Мына бәрін өшірейін да. Мына екеуін домалақтап қойын қараңыздар. Сенат, мына жерде қайтадан сенат. Сенат оған Октавианға алғашқы кезде Август деген атақ берді, билікке келген кезде. Одан кейін сенат Октавианға принцепс деген атақ берді тағы да. Яғни принцепс деген Римнің бірінші азамат дегенді білдіреді. Біреуі қасиетті болса, біреуі бірінші азамат дегенді білдіреді. Сонда Октавиан Августтың мемлекетті басқару жүйесі принципат деп аталады.
принципат, яғни жалғыз өзі басқарады деген сөз. Түсінікті ма? Осыны жаттап алыңыздар. Міне Октавиан Август Римнің алғашқы императоры мынау. Өте қуатты, өте мықты билеушілердің бірі болған. Енді достар, келесі бізде Октавианнан кейін біраз императорлар болады, бірақ негізгілерін берген ғой енді сіздерге оқулықтарда. Нейрон. Нейрон деген кезде бұл біз бұл кісі жалпы, бұл император қазіргі кезде қатыгездіктің символына айналған десек болады Римдегі. Неге? Ол өте қатыгез болған. Қараңыздар. Одан кейінгі императорлардың жолын қуып мемлекетті принципат жолымен басқарды. Яғни барлығы осы принципат жүйесімен басқарды Октавианнан кейін. Императордың ішіндегі ең жауызы Нейрон болды, оны немесе басқаша артист деп атаған екен. Ол ең алғашқы христиан дінін қабылдағандарды жабайы аңдарға талатқан, қызық көрген адамдармен қалай болса солай оларды қинаған. Одан кейін Нейронның ең үлкен жауыздығы былайша айтқан кезде өзінің ұстазы Сенекаға өзін өзі өлтіруге бұйрық берген екен. Яғни өзіне сабақ беріп жүрген мұғалімін не істеген? Өзіңді өзің өлтір деп бұйрық берген. Бұл Нейронның жауыздығы. Енді біздің заманымыздың 64 жылы Римде өте үлкен өрт болады. Сол өртті бүкіл халық осы Нейрон істеді деп күдіктеніп, сол Нейронды жабылып, халық өзі өлтіреді екен. Болды, Нейронның осымен дәуірі аяқталды. Өте қатыгез билеуші. Енді достар, келесі маңызды билеушілердің бірі бұл Диоклетиан. Сонымен біз білеміз. Октавиан Августты білеміз, ол бізде мемлекетті принципат жүйесімен басқарды, ал Диоклетиан мемлекетті доминат жүйесімен басқарды. Доминат, доминирование деген сөз білесіңдер ғой? Сол сөз мысалы. Өзін Юпитер құдайының ұлымын деп жариялаған. Диоклетиан 21 жылға созылған билігін бастап өкіметті абсолюттік деп танаған. Достар, абсолюттік монархия деген осы Диоклетианның кезінен басталады. Абсолюттік монархия ол тоже сол бір адамның билігі. Ол ешкіммен кеңеспейді. Диоклетиан не айтады? Болды, мемлекетте сондай жүйе, сондай заң қабылданады. Мемлекетті басқару үшін өзіне қосалқы әміршілер тағайындаған. Басқару жүйесі доминат деп аталды сонымен. Осын жаттап алыңдар. Доминат, Диоклетиан, екеуі д-дан басылады. Саяси негізі монархиялық өкімет болды. Ал енді сендер монархия, демократия деген нәрселерді, яғни теократия, оның барын алдағы уақытта қарастыратын боласыздар. Яғни монархия деген биліктің әкеден балаға мұрагерлік жолмен берілуі, бір әулеттің басқаруы. Енді 2-ші ғасырдағы Рим империясының гүлденуі деген тақырыпқа қарайық. 2-ші ғасырда Рим қалай гүлденеді одан сайын? Император Траян 98 бен 117 жылдар тұсында мемлекеттің ең қуатты, ең территориясы үлкен кезінде басқарған билеуші, қараңыздар. Жалған шағыммен дарға асуға тыйым салды. Ол мықты билеуші, жақсы реформалар жүргізіп жатыр. Тарихшы Тациат осы Траянның тұсында өмір сүрген. Траянның жорықтары кезінде Парфия, қараңыздар, қос өзен, Парсы шығанағына дейінгі жерлердің барлығы Римнің территориясына қараған. Бағанағы Парфия деген мамыражай кезең орнатқан мемлекет бар емес па? Өткен сабақтарда. Сол Парфияны алды да не істеді? Рим жаулап ала салды. Яғни Римнің территориясын қазір келесі слайдта көрсетемін, өздеріңіз таңғаласыздар. Соңғы жаулап алу соғыстары болып саналатын Траян жорығынан кейін Рим жаулап алған территориясын тек қорғауға мәжбүр болды. Одан артық ол басқа территория жаулап алу керек емес. Жаулап алып қойды сол жерлерді, соларды қорғап қана күн кешетін болды. Енді Траянның кезінде бізде бетон ойлап табылған. Бетон деген металл. Металл деппін ғой, кешіріңіздер. Материал, яғни үй салатын, здания салатын құрылыс материалы. Суға арналған, су арналары жасалды, және де Траян форумы салынды. Форум деген фильмдерде көресіздер ғой, императорлар сөйлеп тұратын, үлкен, зәулім сарай, үстінен шығарды да, бүкіл халыққа өзінің жолдауын жүргізеді. Міне қараңыздар достар. Міне алғашқы кездегі мына жердегі кішкентай Рим осындай үлкен алып империяға айналды достар. Қаншама уақыт өтті арада осындай мемлекетке аралды. Міне мына Египет Октавиан Августын жаулап провинциясына айналдырған территориясы. Мынау біз айтқан Парфияның территориясы достар. Мына жерде Парфия мемлекеті өмір сүрген сол кезде. Оларда мысалы өзінің жерінен айырылып қалды. Міне осындай үлкен территорияны енді істейді, басқа жер жаулап алып, не керек оларға? Осы жерді қорғап, арғатай жүре береді. Міне 117 жыл деп тұр, бұл Траянның кезі. Арғатай жалғастырайық енді. Достар, Константин тұсындағы Рим империясын қарастырамыз енді. Константин болды. Константин деп айтылса, сізден бірден христиан діні деген естеріңізге келу керек. Константинополь деген қала естеріңізге түсу керек. 4-ші ғасырдың басында, яғни бұл 305-310 сол жылдар шамасында Константин император болады. Мына кісі Константин деген. Бұл несімен ерекше? Бұл христиан дініне еркіндік берген, христиан дінін қолдаған адамдардың бірі.
христиандардың саны артып епископ бақылаушы сайланады. Яғни әр провинцияда епископтар сайланады. Мысалы біздің әр қалада мешіттер бар ғой, әр қала ауылда. Әр қала ауылдың мешіттерінің өзінің нелері бар, өзінің жаңағы имандары бар. Олар жаңағы басқарады сол мешіттер. Сол сияқты бұл да христиан дінінің епископтар әр аймақтағы басшылар христиан дінінің. 313 жылы Константин христиандарға еркіндік берді. Болды, христиан діні еркін жарияланды. Оған сол үшін әулие деген атақ берді. Әулие Константин. Папа Рим епископынан сайланды. Папа дегеніміз, яғни бүкіл христиан дінінің басшысы. Ол жаңағы бір епископтан сайланатын болған. Мысалға мынау бүкіл жаңағы Римнің жаулап алған территориясы болса, әр жерде епископтар бар ғой, мысалы мында епископтар. Сол епископтардың ішінен сайлау жүргізіп, жаңағы Римнің папасын солай сайлайтын болған екен. Түсінікті ме? Сол епископтардың арасынан. Енді достар, қараңыздар. Бұл Константиннің тағы бір ерекшелігі. Бұл түсінді. Жаңағындай үлкен территорияны басқару өте қиын, сол себептен бір өзгеріс енгізу керек. Оның енгізген өзгерісі мемлекеттің астанасын ауыстыру. Яғни жаңағы Рим қаласынан мемлекеттің астанасын Босфор бұғазындағы Византия деген кішігірім қалашыққа көшіреді. Мысалы біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан не істеді? Елдің ордасын Алматыдан Астанаға көшірді, Ақмола қаласына, иә? Өйткені жаңағы экономикаға, мемлекеттің дамуына ол өзінің септігін тигізеді. Сол сияқты Римнің папасы, яғни кешіріңіздер, Римнің императоры Константин де астананы өзгертеді. Міне Босфор бұғазында орналасқан Константинополь мемлекеттің астанасы болады. Яғни Константинополь Константиннің атымен аталып тұр. Ал негізі ол алғашқы кезде Византия деп аталған. Византия деп аталған кішкентай қала болған. 337 жылы Константиннің өлімінен кейін оның мұрагерлер арасында билік үшін талас болады. Оның мұрагерлері бүкіл жерлерді жаңағы бөліседі бір-бірімен, сөйтіп 395 жылы соңғы император Феодосий қайтыс болады, достар. Мына суретте көріп тұрған Римнің ең соңғы императоры Феодосий. Бұл қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін, міне қараңыздаршы, 395 жылы Рим екіге бөлініп кетеді, достар. Батыс Рим империясы, шығыс Рим империясы деп. Міне, келесі суретке қарасаңыз, жаңағындай үлкен территория алтыда ортасынан екіге бөлініп кете салды. Болды. Жаңағы Феодосий деп айтып отырғанымыз бұл общий, яғни мына Рим империясының соңғы императоры. Ал біз ертең тағы да қараймыз, бізде 11-ші палеолог деген сияқты 11-ші кім еді? Палеолог деген палеолог 11-да бәсе. Сол деген император бар. Ол мына шығыс Рим империясының ең соңғы императоры. Батыстың өзінің бөлегі императоры бар. Оларды бөлек қарастырамыз кейінгі сабақтарда. Сонымен достар, міне мынаны өшірейін. Шығыс Рим империясы бұл бізде тарихта Византия деп аталады. Оны сіздер келесі 6-шы сыныптың тақырыптарында өтетін боласыздар. Византия империясы туралы. Түсінікті ме? Ол уже басқа сабақ. Одан кейін Батыс Рим империясы территориясында қазіргі мемлекеттер пайда болады, достар. Қазіргі Франция пайда болады, қазіргі Италия пайда болады, қазіргі Испания, қазіргі Англия сияқты мемлекеттер өмір сүреді. Ал оларға, яғни Франция, Англияға дейін бізде мынандай мемлекеттер бар. Міне, мына территорияда көрсетілген, яғни Батыс Рим империясының территориясы ғой, үлкен. Қараңдар, мына жерде ағылшын сакстер деген тайпа бар, мына жерде франктер, мына жерде остготтар, мына жерде вандалдар, мына жерде вестготтар. Яғни осы мемлекеттер сендер 6-шы сыныпта қарастыратын боласыңдар, достар. Сонымен достар, ары қаратай Римнің мәдениетіне келетін болсақ. Рим мәдениеті. Бірінші мәдениет айтқан кезде білім беру саласын қараймыз. Римнің білім беру саласы бұл 2 сатыдан тұрған. 7 жастан бастап мектепте оқытады. Бұл бірінші саты. Яғни 7 жастан кішкентай бала мектепте оқиды. Ол жерде жазу, сызу, жаңағы есеп, қисап деген сияқты дүниелерді үйренген алғашқы. Одан кейін екінші сатының пәндері тоже 2-ге бөлінеді. Мысалға, екінші сатының басты пәндерін қараңыздар. Басты пәндер әдебиет пен грамматика, яғни ежелгі римдіктер гуманитар, яғни гуманитарлық пәндер болады ғой, жаңағы оқу, жаратылыстану қарағанда. Сол пәндерге қатты маңыз жаңағы басымдылық танытқан. Ал екінші сатыдағы қосымша пәндер бұл жерде арифметика, геометрия, логика, астрономия, музыка деген сияқты. Бұл екінші сатыдағы уже. Ал және де тағы бір нәрсе, Римде жаңағы балаларды үйде оқыту болған. Яғни жаңағы ақсүйектердің балалары үйде сол кезде білім алатын болған. Және тағы бір ерекшелік қараңыздар. Білімін тереңдетуге жіберіп отырды дейді. Афина және Родос қалаларына. Мысалы бізде бар ғой қазіргі кезде. Академ мобильность деген бағдарлама бар. Немесе болашақ деген бағдарлама бар. Сол бағдарлама бойынша шетелден барып білім алуға болады. Сол сияқты Римнің балаларын жаңағы басқа шетел қалаларына жаңағы жіберіп білім алуға болған.
Енді достар қараңыздар, Рим поэзиясының алтын ғасыры. Осын жаттауыңыздаршы, Рим поэзиясының алтын ғасыры бұл БЗБ1 мен БЗ1. Болды, екеуі де бір. Біздің заманымызға дейінгі бір, біздің заманымыз бір. Осы ғасыр солай аталады. Енді ол ғасырдың атақты жаңағы ғұламаларын, жаңағы, мықты жаңағы классиктерін айтайық. Вергилий бұл атақты ақын. Ол Энеида дастанын жазған. Оның жазған Энеида дастаны Илиада мен Одиссеяның жалғасы болып саналады. Мысалы, Илиада мен Одиссеяны кім жазды? Гомер, Грекияда жазған, өткенде айтты. Соның жалғасы болып саналады. Гораций, Рим поэзиясының шұқыры деп атайды оны. Жолдама хат өлеңі бар, сатириялық өлеңдер және Октавиан Августтың жеке басын дәріптеп, соған арнап, ол жаңағы неше түрлі өлеңдер жазған. Цицерон, Марк Тули деген бар. Бұл кім? Бұл 58 саяси еңбегі бар, 800-ден астам трактаты бар. Трактат деген ғылыми еңбектер, достар. Және Афина мен Кіші Азиядағы шешендік өнерді дамытқан Римнің жаңағы шешені. Шешен деген оратор, бұл сөзім айтқан. Жақсы сөйлейді, ораторлар. Келесі Цезарь. Бұл Цезарь деп отырғанымыз жаңағы Гай Юлий Цезарь, Римнің консул жаңа басшысы. Бұл мына Марк Тулидан, яғни Цицероннан кейінгі шешен болып саналады. Қанша жерден император болса да, Цицеронның еңбегі өте тамаша, көркем деп суреттеген. Бұл да жаңағы Римнің шешен. Бұл Рим мәдениетіне қатысты деректер. Римнің сәулет өнерін қарайық. Енді қазіргі кезде, достар, Европадағы ең туристік аймақ, дамыған туристік аймақтардың бірі бұл осы Италия болып саналады, қазір. Яғни кезіндегі Римнің қалған ғимараттарын барлығын адамдар бүкіл әлемнен келіп тамашалап, оны көруді жаңағы арман қылады. Мысалға қараңыздар, Римдік цирк ипподром деп аталады. Базар алаңы, қала көшелері түйіскен саяси орталық форум Платин жотасында орналасқан. Яғни бүкіл халық жиналады форумға, жаңағы сол жерде олар базар, ол жерде жаңағы халықтың орталық жиналады. Біздегі сияқты Арбат деген сияқты примерно, қаладағы. Амфитеатрлардың шайқас алаңы арена деп аталады. Біз жаңа айттық қой, гладиаторлар амфитеатрда соғысады. А олардың соғысатын орталығы мына іші, даласы, арена. Аренаға шығады да бір-бірімен қырылады. Мына жерден халықтар отырып, оларды тамашалайды. Мына суретте көрсетілген сіздерге Колизей. Колизей деген Римдегі үлкен театр. Біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасырда гладиаторлар шайқасы ойын-сауық түріне айналған. Жаңа айттым оны. Мысалға оларға жаңағы жүлде қоятын болған, оларды жаңағы жарыстыратын болған бір-бірлерімен. Колизей амфитеатры бірінші ғасырда құрылды, 50 000 адамға арнап салынған. Мысалы, біздің Астана арена қанша адамға арналған, білесіздер ме? Біздің Астана арена мысалы 30 000 адамға арналған, жанкүйерге. Ал амфитеатр Колизей 50 000 адамға арнап салынған екен. Яғни Астана аренадан сәл үлкен деген сөз. Мін достар, осылайша енді табақтың соңына келіп жеттік. Тақырып бойынша ОБТ-да келетін сұрақтарды талдап көрейік енді. Мына жерде. Міне, Октавианның шексіз билігі қалай аталды дейді бізде? Патша, император, диктатор, легион, сенатор дейді. Октавианға қалай сенат атақ берді? Оған бізде диктатор деген атақ берді. Октавианның шексіз билігі. Келесі, Римнің ең атақты шешені саяси қайраткер кім дейді? Екі шешенін білдік. Ал ең атақтысы кім? Ең атақтысы бізде мына жерде Вергилий, Цезарь, Август, Цицерон дейді. Цицерон. Ал Цезарь ол бізде император, ол Цицероннан кейінгісі болып саналады. Ежелгі Рим шешені Цицеронның ғылыми трактаттарының саны дейді. Цицеронның неше еңбегі бар дедік? Ғылыми жетістіктер. 800-ден астам трактаты бар деп айттық. Келесі, империя дәуіріндегі Римнің мемлекеттік басқару деген сұрақ келеді сіздерге. Қандай сұрақ, қандай болады? Екі мемлекеттік басқару бар. Ол бізде принципат пен доминат. Принципат бізде төбесіне жазып қоян Октавиандікі. Мына жерге жазған қиын екен. Октавиандікі. Доминат бізде Диоклетиандікі. Диоклетиандікі. Келесі. Рим аристократиясына жатады. Кімдер? Ақсүйектер. Қандай ақсүйектер жатады? Салт аттылар, сенаторлар, нобильдер. Яғни бұлар Рим аристократиясына жататын топ. Нобиль деген патрициялар мен плебейлердікі, сенатор деген 300 адамнан тұратын жиналыстың өкілдері, салт аттылар деген мемлекеттегі салық жинаушылар. Міне достар, осылайша біз сабағымызды аяқтадық. Сіздермен бірге болған Болғанбай Дархан, Қаз білім орталығының тарих пәнінің мұғалімі. Осылай біз 5-ші сынып дүниежүзі тарихы толығымен бітірдік. Сіздерге ары қаратай сәттілік тілеймін. Келесі енді сіздер қарайтын ол бізде 6-ші сынып болады. Оны басқа мұғалімдермен қарастырып өтесіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.